Ойын сөзі ертеректе соғысу, ұрысу, шайқасу мағынасында қолданылды десем сенесің бе? Иә, мұны батырлар жырынан анық кездестіруге болады. Мәселен, Қобыланды батыр жырында қанжар менен қармасты, семсер менен серместі, сөйтіп ойын ойнасты деген жолдар кездеседі. Мұндағы ойын бәріміз бүгінгідей білетін көңіл көтеру, демалу, уақыт өткізу емес, нағыз ұрыс, шайқас. Ал Ертарғын жырында толып жатқан қалмаққа тарғын салды ойынды деген жолдар кездеседі. Бұл жерде де батырдың соғысын білдіріп тұр. Кейін бұл сөздің де қолданылу аясы кеңейді. Құда түсу, келін түсіру, жеңіс тойлау секілді елеулі сәттерде орындалатын сауық сайрандарды да осылай атаған екен. Мәселен, Қамбар батыр жырында 40 күнідай тойым бар, әртүрлі қызық ойын бар деп осыны атаса керек. Тіл дегеніміз тірі ағза секілді, ол да үнемі өзгеріс үстінде болады. Мәселен, бүгінде ойынның сан түрі бар. Компьютерлік ойын, телефондағы ойын, интеллектуалды ойын, тіпті өмірдегі бәсекелестіктің өзі де ойын. Оның ішінде пайдалысы да, зияндысы да бар. Ең маңыздысы дұрысын таңдай алу. Ал сіз үшін ойын дегеніміз не? Комментарийге жаза кетіңіз.